Не oldu? Біреу өлді ма? Сәлем, Арыстан. Қалайсың? Бүгін берген әдемді ұмытып кетпе. Есіңде ме? Дүкен ұрлатам дегенсің. Сен де мен телефонымды қарайтын болғасың ба уже? А? Ей! Толып, біз жолдан қарындасым үйіне кіріп шығайық. Жаңа анашым бір-екі зат бер жеген еді. Соны тастап шықсақ. Асықса емес жаздың. Жоқ, досым, асықса емессің. Тек анау заказ бергенде күтіп қалмаса болды. Күтіп қалмайды. Кірем де шығам ол. Жарайды онда. Кірсек кіріп шығайық. Қалайсың бүгін? Жақсы, өзің қалайсың? Шүкір ақырындап. Не болды? Жұмысқа шықпай жүрсің, шаршап қалдың ба не? Жоға, мазам болмай кішкене ауырып қалдым. Тыныштық па, не ауыру? Су таппағам-ау деймін. Я, кір, үйге. Арай үйде ме еді? Жол жаңа дәрігерге ма біреуге көрінем деп кетті ғой. Арай болмаса кірмейсің ба не? Жүр. Жоқ, рахмет. Жаңа анашым бір-екі зат бер жеген ғой. Соны тастап кетсем ба деп соққан. Ақыл алсашы, жарай ма? Жарайды. Тығыз шаруалар бар еді. Жақсы. Жақсы. Арайға сәлем айт. Айтайын. Жұмысқа қашан шығасың? Емделіп алайын да шығам бол. Сенен мұндайды күтпедің, Фара. Қой дейтін ақшаңды қойылды. Бірақ сенің бұл түрлігін түсінбедім. Үлкен адамдардың алдына ұятқа қалдырдың. Бұны қалай түсіндіресің? Макс, мені білесің ғой. Бірінші рет жұмыс істеп атқан жоқпыз. Сені осы күнге дейін жерге қаратқан кезім болған жоқ. Сен осы күнге дейін емес. Маған дәл қазіргі уақыттағы жұмысты айтқын. Дәл қазір сен мен жерге қаратып тұрсың. Ақша қойылды. Бәде етілген товар жоқ. Осыған жауап бер. Иә, түсініп тұрмын. Менде барлығын орнына қою үшін қанша уақыт бар? 2 күн. Жарайды, түсіндім. 2 күннің ішінде бәрін реттеймін. Маған сене бер, Макс. Саған сенемін. Сеніп те келгем. Егер тағы да жерге қарататын болсаң, маған ренжімегін. Бұл бизнес, өзің білесің. Бизнеста дос, бауыр болмайды. Иә, білем. 2 күн маған жеткілікті. Болды, көрейік.
Короче, анау алаяқты жердің астынан болсын тауып алып келіңдер. Ұқтыңдар ма? Қалайсың, Отыр. Қайда? Қайда деп менен сұрап тұрсың ба сен? Отыр машинаға. Жүр. Ал, досым, 2 ай бойы жасаған жұмысымыздың нәтижесін көрдік-ау әйтеуір. Дұрыс айтасың. Енді бұны атап өту керек қой, досым. Жүрсейші бір демалайық. Арқан кеңге салып отпағалы біраз болды, досым. Жүрсейші. Алғат, шынын айтсам, көңіл күйім онша болмайды. Отырыс кеңге қалдырып мен үйге қайта берсем. Не болып қалды? Тыныштық па, досым? Оның үстінде үйде анашым да жалғыз еді. Жарайды онда. Мен қайта берсем. Ренжімес жолғамыз ғой, Жарайды онда, досым. Алло, жаным. Көктегі күнім, ботаққаным. Бүгін саған жігітің керемет кешін достайын деп тұр. Бол, жарайды ән. Дайындалшы қазір барам саған. Бол, күт мені, қарашы. Барам, давай. Уәде қайда? Фарамен әрекет жасаватым. Кішкене күте тұру керек болып тұр. Менде күтетін уақыт жоқ. Ертең дәл осы уақытта тауарды қойып бересің. Болмаса ақшаны процентімен қайтарасың. Түсіндің ба? Солай, Дәуренчик. Ертең дәл осы уақытта. Кет бар жоғал. Ақжол бауырым қалайсың? Жағдайың жақсы ма? Жақсы, Мәке. Рахмет, өзіңіз қалайсыз? Өткендегі менің компаниямның ұсынған бизнес жоспары не болды? Дайын ба?
Жасап жатырмыз ғой, Мәке. Құда қаласа, келесі апта дайын болып қалады. Келесі апта дейсің ба? Жарайсың. Осы сен менің компанияма жұмысқа келсейші. Өзің сияқты білім жігіттер керек маған. Қалай қарайсың? Енді ойланып көрейін, Мәке. Ойлан. Егіс келген дұрыс, өкінбейсің. Мен кез келген адамға айта бермеймін мұндай ұсынысты. Иә, білем ғой, Мәке. Білсең сол. Абай, ойланатын болсаң, тез ойлан. Болды, Мәке. Ойланам. Ал бизнес жоспарыңызды алдағы аптада алдыңызға апарам. Ешқандай уайымдамаңыз. Уайымдайтын адам тапқан екенсің. Жарайды. Күтем келесі апта. Ақжол, қалайсың? Қайдасың? Үйдем. Мамаш күйде ма? Иә, үйде. Тыныштық па, не болды? Ақжол, жолығу керек болып тұр ғой. Енді келсе үйге жолы керек болады маса. Жоқ, үйде болмайды. Мен бір адрес айтам, сол жаққа келе аласың ба? Тағы не білдірдің сен? Келген соң айтам. Жарайды, қай жерге? Солай да, Дәурен. Осы сен неге маңдайыңа тимейді осындай нәрселер? Қолыңнан келмейтін нәрсеге нең бар ғой деп? Енді мен де біреуге сеніп қалдым ғой. Қайдан білейін? Енді сен сұрап отқан ақшаға мендегі қаражат жетпейді. Қалған қақтың тауып берем. Ақжол, өтініш сенен. Сен ғана тауып бере аласың маған. Басқа сұрайтын ешкімім жоқ. Алло, Талғат. Қалайсың? Сенде қанша ақша бар? Жоқ, үйленейін атқан жоқпын. Керек болып тұр. Айтса қанша? Соны маған сен бере тұрсай, көлігің сосын аласың. Оға дейін жаяу жүре тұр, мен саған қайтарып берем, білесің ба? Осы уақытқа үшін жүрдің ғой жаяу, брат. Иә. Білесің ғой, мен уәдеде тұрам, қайтарам, иә. Аға, келістік. Рахмет саған, Ақжол. Тек мамашық білмей қойсын. Мамашық емес, анашым. Сосын өткенде қылығым үшін кешірім сұраймын. Сен де айтады екенсің.